Салам достар, сіздермен бүгін мен Нұрajek, видеода мен қасымда Райым. Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрайым. Біз бүгін видеода сіздермен бірге миллион тарататын боламыз. Өзіміздің семьямыздағы Gunfire'ға шанс береді, миллион ұтып алуға шанс беретін боламыз, кеттік. Яғни біз бүгінгі білетіндер 10-ға сұрақ. Лидері. Білетіндер біледі, білмейтіндер білмейді. Бұрында осындай түсірген болатынбыз. Бүгін түсірейін деп отырық осындай. 1 миллионды бүгін біз өзіміздің семьядағы замға яғни тарататын боламыз. Яғни бостан босқа емес, ақшаға тарататын боламыз. Қазір пока Нұра сұрақ қойып жатыр, сол сұрақтарға жауап берсе, ол значит бізде алады өзінің призін. Бізде бірінші семья 10К-ға. Семьяның лидері кім? Біздің семьяның лидері кім? Яғни Джек Фанкюдің лидері кім деген сұрақ қойған болатын. Және жол бізде сен деп жауап берді. Бұл өте сұрақ қоямыз. Қандай сұрақ? Қандай сұрақ болғанда білмеймін, өзіңе қандай сұрақ ұнайды, соны қоя бер. Сколько машин в семейном автопарке? 50К-ға бізде жаңа сұрақ қойылды. Яғни бұл біздің семьяда қанша машина бар деген автопарк, яғни деген сұрақ қойған болатын. Біздің семьяда, яғни варианттар берген болатынбыз, ода 8. Вариант берейік айтпақшы. Вариант беріп отырайық. Хорошо. 8 дейді. Бұл бізде шын. Біздің автопаркта 8 машина. 100К-ға сұрақ. 100К. Уже Қандай сұрақ қоямыз? ставкалар көтеріп келе жатыр. Мен білмеймін, қандай сұрақ қойсақ болады. Давай ТГ каналдың несін сұрай салайық тегін. Давай. Может білмеу мүмкін, может білу мүмкін. Біздің негізі заместитель ғой бұл. Білу мүмкін. Сразу варианттарын жазып жіберейік. Варианттар мен кішкене болсын оңайырақ болады. Так, 4 вариант бердік. Қайсын таңдайды екен, қалай ойлайсыздар? Бұл жерде 2 вариант правильный. Бұл бізде біріншісін таңдады, яғни ол бізде дұрыс. Келесі сұрақ давай 200К. 200 мың уже кәдімгідей нормальный сумда. Давай келесі сұрақ. Давай мен бизнесім туралы сұрай салайық. Давай. Айтпақшы, сіздер достар қандай бизнес деп ойлайсыздар, соны неге жазып жіберсеңіздер болады комментарияға, бүкіл оқитын боламыз. Бізде варианттар отель, магазин 24/7, закуска ТК дейді. Қайсын таңдай деген? Бізде бұл жерге варианттарын бердік. Бір ошибка бар, Уже бір ошибка бар. Ошибка минус 200 мың. 200К дейміз. Уже 200 мың ема. Потолок. Правильный ответ был или отель. Келесі сұрақ 400К-ға. 400 мың. Кәдімгідей серьезный сұрақ қою керек бізге. Келесі сұрақ 400К-ға қандай ойсақ болады? Қандай дейсің бе, білмеймін, может бір қызықты бір сұрақ қойса. Ұмыт қалмыш. Может анда бір бұрынғы семьялардың. 3К замды ата дей салайық. Давай. Бізде не дегенмен зам ғой, біздің семьяда может білу мүмкін. Подсказка берейік па? Жазайық па?
Подсказка один уже с нами дейді. Ол кім? Және әрине ол мен арасында. Подсказка бердік. Временный Осы неміз рубриканың жалғасы Райымның каналында шығатын болады, оны көріп көрсеңіздер болады. Менде каналыма кіріп ол жақтан көрсеңіздер болады. Ол жақтан да неше түрлі не шығаратын боламыз, осының екінші частьтарын тағы да суммаларды көтеретін боламыз. Если что, достар, қандай сұрақ қою керек екенін білсеңдер, не өздерінің варианттары. Фамаға керексіздер. Чисто фамадағы замдарға және игроктарға ойнатылатын болады. Кім бірінші келеді айтқан кезде. Достар, сіздер де осы неге қатыса аласыздар біздің немізге. Өйстіп сіздер де ақша алсаңыздар болады. Только сендер семьяда болу керексіңдер біздің семьямызда. Так, бізде уже варианттарға жіберу керек шығар. Уже нет қопты. Тағы бір сұрақ болды, уже 500 сұрақ қояйық. Давай, уже 500 мың. 500 мың қандай сұрақ қойсақ болады? Давай, бір жесткий сұрақ қояйық. Сол бір жесткий сұрақ қою керек қой. Қандай қойсақ болады? Мысалға сол дайындалу болу керек, мысалы сұрақтарды. Мысалға сенің бұрынғы семьялардың атын сұрасақ. Бұрынғы семьяның атауын сұрап көрейік. Может, білетін шығар. Джек Мафия болды бұрынғысы. Ең бұрынғысы. Сосын Каспий KZ, то есть Каспий Gold. Потом помощь слава дейді. Дайындал қазір. Бірінші не берейін? Сен бүйтсек Каспий Gold 10%, Джек Вампью 50%, Джек Мафия 60% деп па берсей, типа процент қып. Типа подсказка қып па? Да, мен жаза берейін ақырындап. Не твойын жазып. Ақырындап не тек жаза берейін. Жазып атырым. Так, қазір мен жазып атырым, күте тұр. Осылай ма, примерно? 60% Каспий Gold 50%. ФК емес, Джек Мафия 60%, Каспий Gold 50%, сосын тағы бір бәле қып берсей. ФК-ны жазбайым ба? Ладно, қазір күте тұр. Джек Вампью, Боптона, Джек Мафияға 80% берсей. Так, жоқ. Я точно не знаю, деп өзіне ответті. Қазір онда. Джек Мафияға 80%. Так, Джек Мафия 80%. Джек Вампью 70% бердім. Все онда. И Каспий Gold 50%. Типа андайға жүрмей ма, типа выбирай или веришь мне или не веришь деген сияқты, типа маған сеніп нетесің ба деп жазып жіберейін да. Это может быть любое деген сияқты нетіп жіберейін. У тебя есть. Так, последний. Так, бізде біріншісін таңдады. Біріншісі бізде Джек Мафия болды. Бұл бізде правильно. Так, сонда ол бізден қанша минусқа кетті? Қазір біз оған 500 мың нетсек. Еще не бар емес па, вопрос на лям деген. Әлі не бар. Так, ол лям, потом ол екі сұраққа қате жауап. Лямдық вопрос не деп қоямыз?
енді бұны прям жестко қылып қою керек қой. Не қойсақ болады мысалға? сол. Мә ойыма адым келмей жатыр негізі. Сұрақтарды құрастырып алу керек еді негізі. Типа андай қылып жазып көрсек, біз саған андай ақша береміз, сен қазір кетесің ба деген сияқты. Иә, тура солай жаздым ғой. Так, сұрақты не деп қойсақ болады? Так, ендігі кезек жесткий бір сұрақ қою керек. Андай бір қатты оңай емес, қатты қиын емес, бір примерно бір нормальный бір сұрақ қою керек қой. Сен мысалы өзіңде қандай идея бар, мысалы қазір айтсақ сұрақ? Так, Остаться. хорошо. Ендігі мәселе сұрақ табу керек. Сол сұрақ табу керек болып тұр. Қандай сұрақ қойсақ болады деймін ба? Я негізі дайындап алу керек еді. Ладно, көрейік. Давай семьяға ең көп үлес қосқан кім деп сұрайық. Давай, ол да бар ғой. Мысалы, ол может мені таңдауы мүмкін да, мысалы мен мында отырмын ғой. Соған может екіміз нетті деп ойлап қалуы да мүмкін, так что сөйтіп қояйық сұрақты. Бірақ бізде семьяға көп үлес қосқан кім деп ойлайсыңдар, комментарийға жазып кетіңдер. Варианттар жазып кетсе, чтобы кішкене оңай болу үшін. Иә. Вот именно төртеуіңді қоятын боламын. Өзімді, сені и үш замды. Все. Так, стой дейді. Примерно... Леха дейді. Леха деген, Леша ма? Типа. Мне сказал, стой дейді. Да хорошо онда. Қайсысын таңдай деген. Қайсысын таңдай деген маған өте интересно болып тұр. Кеттік. Қиын. Д дейді. Д біздегі. Д ол кім еді? Серік. Серік Ол дейді. қате жауап. Жарайды, 50-50-ін атыстайық. Верно. Вы проиграли. Ал достар, сендер қалай ойлайсыңдар? Семьяға көп үлес қосқан. Участие 300 бере салайық. Давай, 300 нормально. Достар, сіздерде болған қатыссаңдар болады, бізге болған адам керек. Так что комментарийға... Через семейный склад арқылы береміз. И он доказательствосын осы жерге қоятын боламыз. Ал, пока. Қоштасып кетейік. Все, давайте.